Ülgen oturumuna başlatıyorum. Ben Kazakça salamazsızlar mı dep sözde Feyzullah Gaberem'in. Саламатсыздар ма? Құрметті қатысушылар, есімім Файзулла Төлтай, Pamukkale университетінің докторантымын. Екінші отырымыз, секциямыз үлген секциясы деп аталады. Модератор Бидана Қабатай ханым, сөз кезегі өзіңізде апай. Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар, сіздерден жақсы баяндама тыңдап, жақсы көңіл күйде отырмыз. Рахмет осыны ұйымдастырушыларға. Төлтай саған ерекше рахмет. Бізді осындай түркі елдермен қарым-қатынас жасап отырғаныңыз, осындай қарым-қатынас жасауға мүмкіндік жасап отырғаныңа. Енді бізде қазір бірінші баяндамашы, ол Сүлейман Рыспай бар ма екен? Жоқ болса мен өз баяндамамды оқи берсем, сыногысы келеді қазір. Siz özünüz okunuz, ol kelgende alamız, bola mı? Жақсы, мен айта берейін. Менің баяндамамның тақырыбы қазіргі мектеп оқулықтарында балалар әдебиетінің өкілдерінің шығармаларының қамтылу мәселесі. Бұл тақырыпты алған себебім, мен өзім осы Қазақстан Республикасындағы әдебиеттік оқу деген пәннің авторымын. Осы жалпы әдебиеттік оқу, қазақ әдебиеті оқулықтарына мына балалар әдебиетінің өкілдерінің, классиктердің, қазіргі қазақ балалар ақындары мен жазушыларының шығармаларын алу мәселесі өте өзекті. Сол осы неге өзекті, қандай шешілмей тұрған мәселесі бар деген сұрақтарға жауап бермекпін. Ең бірінші, менің мына бірінші слайдымда, құрметті тыңдаушылар, жалпы балалар әдебиеті деген кезде сіздердің көз алдарыңызға тек қана бала елестейтін болу керек, Бұл тек қана бала оқитын шығарма деп ойлайсыздар ма? Әлде балалар әдебиетін ол тек қана бала емес, жасөспірімдер де, студенттер де, ата-аналар да оқи ма? Қалай ойлайсыздар? Барлығы? Дұрыс айтасыздар. Ал енді көптеген пікір, ең бірінші біздің қателесетін пікіріміз, балалар әдебиеті деп айта алды ма? Бітті. Бала оқитын тақпақ, бала оқитын жаңылпаш, бала оқитын өлең ертегі деп қана түсіндіріледі. Ал негізінде балалар әдебиеті ол әдебиет, ол әдебиеттің бір саласы. Ендеше әдебиетке қандай талап қойылады? Әдебиет деген, міне Ахмет Байтұрсынұлы айтады, әдебиет деген ол сөз өнері дейді. Көрдіңіздер ме? Әдебиеттің міндеті дейді, ойдың ойлаған қалпында, қиялдың меңзеген түрінде, көңілдің түйген күйінде тілмен айтып жеткізу дейді. Дәл осы талап, дәл осы сөз өнері деген анықтама бұл балалар әдебиетіне де қатысты. Балалар әдебиетінде осындай үлкен мақсат пен міндетті шешеді. Міне осы бірінші айтайын дегенім. Егер де біз осылай қарайтын болсақ балалар әдебиетіне, еш уақытта қателеспейміз. Келесі қоя берсең, мынау негізінде мынау балалар әдебиетіндегі мәселенің ең бірінші әсер ететін нәрсесі ол жазған адам, авторда және қабылдайтын оқырман тек қана бала емес екен, сонымен қатар сол шығарманы оқытушы немесе сол шығарманы меңгертуші мұғалімге қатысты екен. Мына балаларға арналған Қазақстан Республикасында ең бірінші балалар әдебиетін ғылыми түрде зерттеген адам Шеген Ахметов. Шеген Ахметов ең бірінші балалар әдебиетінің тарихы деген кітап жазған адам. Сол кісінің пікірінше, мына балалар әдебиетінің қандай талаптар қойылған? Балаларға арналған шығармалар дейді, ол лиризмге толы болу керек дейді. Лиризм деген не ол? Ол сезімге, көңіл күйге әсер ететін болу керек. Балаларға арналған шығармалардың көбісі пейзаж болу керек дейді, әдемі айтады әні. Онымен қатар тілі ойнақы болу керек дейді, қысқа, түсінікті болу керек дейді. Және ең бастысы балаларға арналған шығармада динамика, қозғалыс, балалардың оқиғасы, балалардың іс-әрекеті суреттелу керек дейді. Міне, осындай шығарма балалар әдебиетінде осындай шығармалар жазылса, өте жылы қабылданады дейді. Сонда біз, міне қараңыздаршы 5-ші сыныпта, келесі слайдта, 5-ші сыныпта балалар әдебиетін кімдер жасады деген кезде, міндетті түрде біз классиктерге соқпай кетпейміз. Өйткені, мына Абайдан не аламыз дейміз ғой. Абай
табиғат лирикасын жазған, тұнып тұрған табиғаттың суреті, оны қалай біз балалар әдебиетін алмаймыз? Оның қысы да, жазы да, көктемі де, сондықтан да біз мектеп оқулықтарына міндетті түрде алатын нәрсеміз. Ал енді ең бастысы балалар әдебиетінің атасы ол Ыбырай Алтынсарин болады. Мына 5-ші сыныпта мына Ыбырай Алтынсарин ең қызықты оқылатын шығармалар осы. Қазіргі балалар жазушыларынан бұл жерде тек қана Нұрдәулет Ақыш қана тұр, байқасаңыздар, Нұрдәулет Ақыш қана 5-ші сыныпта. Нұрдәулет Ақыштың Нағыз әже қайда деген шығармасы бар. Енді оны қаншалықты қалай қабылданып жатқанын, мына қазір біз тәжірибе жүргізіп жатырмыз, келесі жол оқулыққа қосамыз ба, қоспаймыз ба деген мәселе осы жерде Нұрдәулет Ақыш та қатысып отыр. Біздегі өте үлкен жазушы, балалар әдебиетіне із қалдырған үлкен біздің ғалым, әдебиетші, әрі сыншы ағамыз осы Нұрдәулет Ақыштың осы әңгімесін біз келесі оқулықтарға алмаймыз деп отырмыз. Өйткені неге? Қараңыздаршы, ойнақылық, жинақылық, балалардың өмірі суреттелген болу керек дейміз ғой. Ал бұл жерде бір кішкене нағыз әжені іздейді бала, сонда мынау қазіргі әжелердің тырнақ өскен, ерні боялған, шашы бұйраланған әже суреттеледі. Бұл кішкене тәрбиелік мәні, енді оны дұрыс түсіну керек. Сонда ол әже емес па дейді бала. Менің көз алдымда ондай әжем. Нағыз әже қандай болады деп. Әкесі мен баланың арасындағы диалогқа құрылған ғой. Сонда нағыз әже дегеніміз қандай әже деп бала. Сонда ол әже емес па? Бұл заманауи әже ғой. Әженің түрткі сипатына қарап емес, ішкі наның сеніміне, тәрбиесіне қарап та әже ғой ол, әже. Енді дәл енді сондай қазіргі әжелердің бұл баладан көрі үлкендерге арналған әңгіме сияқты. Өйткені нағыз әже қандай болу керектігін үлкендерге көрсетіп отыр. Сіздер ұлттық танымнан ауытқымаңыздар дегенді айтқысы келеді жазушы. Оны балаға оқытқан кезде балалардың әжесіне деген махаббатын, әжесіне деген сезімін суытып алуымыз мүмкін. Солай емес пе? Сондықтан айтып отқаным, ал енді Ыбырай Алтынсариннің, қараңыздаршы, Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы, ең бірінші балаларға арналған қазақ хрестоматиясын жазған адам дейміз, 5-ші сыныпта Ыбырайдың 3 әңгімесі. Жалпы бүкіл қазақ мектебіндегі оқулықта 5-ші сыныптан басталатын. Сонда Ыбырайдың 3 әңгімесі қамтылған. Осы дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Мен студенттеріне, магистранттарынан, докторанттарынан сұрап отырмын. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс па осы? Нағыз балалар әдебиетін жасаған адам. Бүкіл әңгімелері танымдық, тәрбиелік, ойнақылық, жаңағы лиризм, не дейсіз? Оған тұнып тұр шығармасы. Соның 3 әңгімесі оқылады 5-ші сыныпта. Бітті. Қалған сыныпта оқылмайды. Міне қараңыздар, мынау Қыпшақ Сейітқұл, Атымтай Жомарт, дүние қалай етсең табылады деген еңбек тақырыбында. Ал енді мына келесі слайдтарға қарасаңыздар, мынау Алтынсариннің мынау салақтық, досмақат, баланың айласы, малды пайдаға табу, бақыт құсы толып жатқан өзен, таза бұлақ деген өнер білім бар жұрттар деген шығармалары бар ғой. Оны мен алғам бастауыш сыныпта. Әдебиеттік оқуда 2-де, 3-де, 4-де. Өйткені мен түсініп отырмын. Ыбырайдың балалар әдебиетінің атасы екен. Ондай шығарма, ол еш уақытта Ыбырайдың шығармалары, ол еш уақытта тәрбиелік, танымдық құндылығын жоймайды. Осылай молынан қамтылу керек. Молынан қамтылатын әңгімелері де, ертегілері де, өлеңдері де жетерлік. Мына сайттан көріп отырсаңыздар, мына жердегі Ыбырайдың бүкіл шығармалары менің оқулығымдағы шығармалар. Әрі қарай дамытылмай қалған. Соны мен кішкене айтып жүрмін. Мына сабақтың мақсаты, мынау 3 шығармасының келесі слайдта, 3 шығармасының мақсаты біреу ғана. Біреу, бай болсаң қарапайым бол дегенді қалай түсінесің деген сол шығарманың несін жазып қойғам. Енді Ыбырай туралы слайдтардың бәрін босатайықшы, Ерасыл. Ыбырай туралы шығармалар оқытқан кезде, Ыбырай енді нағыз балалар әдебиетінің атасы, сондықтан кішкене тоқталайын деген. Ең қызықты мәлімет мынада, баланы қызықтыру керек та, бала Ыбырайды есіне сақтап қалу үшін, оның жазушы ақын екенін айтып жатасыздар ғой, бірақ ол мынандай ең бір қызығы, Ыбырай қайтыс болған кезде оның жастығының астынан крест табылған.
Ыбырайды шоқынған дейді. Ыбырайдың мынау шашы ол өзінің шашы емес, парик. Ыбырай өмір бақи парик неткен. Өйткені дейді, әкесі емес, Балқожа ғой, Балқожа атасы тәрбиелеген. Балқожа Ыбырайдың орыстанып кеткендіктен ренжіп дейді, сондай әңгіме бар енді. Ренжіп шашын қырқып тастаған дейді. Сөйтіп қарын кигізіп тастаған дейді. Қарын кигізгенде білесіздер ғой, қандай кино көрдіңіздер? Шашыққа қарай жетті, адам алғын болады ғой. Енді көп кигізбеген шығар енді, бірақ ол әлі расталмаған нәрсе. Сөйтіп Ыбырайдың шашы өспей қалған дейді. Осылай жазалаған дейді. Содан өмір бақи басына киіп жүргені парик дейді. Осы әңгімеден кейін қазір міне сіздерге зерттеу тақырыбы, құрметті магистранттар, докторанттар, студенттер, құрметті шетелдік ғалымдар, сіздерге зерттеу тақырыбы. Шынымен Ыбырай орыстанған ба? Онда ол орыстанған болсам, қалай ол? Міне өте керемет тақырыпта. Оған міне араша түседі, міне бізде керемет, міне мынандай ақын бар бізде. Мариям Хакимжанова деген ақынды естіп едіңіздер? Вот сол айтады. Ыбырайды көре алмаған адамдардың, Ыбырайды жек көретін адамдардың шығарған әңгімесі дейді. Мысалы, Ыбырайдың өзі былай деп жазған дейді. Мариям Хакимжанова осы өлеңді тауып апты былай деп. Аласы ағайынның алаңдатты, көре алмай көп ішінен жамандатты, шоқынды, крест тақты, әй кәпір деп, аузына келгендерін айтып бақты деп, осылай кім бүкіл өзінің ішіндегі запыранын осылай Ыбырай өлеңге қосқан дейді. Бір жағынан қарасаң, ол мүмкін емес нәрсе деп айтатын себебім, мына слайдты қойшы Ерасыл. Өйткені қараңыздар, Ыбырайдың шоқынғаны мүмкін емес дейтінім, оның кейіннен табылған мұсылманшылықтың тұтқасы деген кітабы бар. Ойпырмай, осы мұсылманшылықтың тұтқасы деген кітабында мұсылман адам, қазақ дейікші, қалай өмірге келгенде не істеу керек, қалай ораза ұстау керек, қалай намаз оқу керек, бәрі жазылған ғой. Бесі сияқты. Иә, сонда мынау, егерде соны дәріптеп отқан адамды қалай орыстанған деуге болады. Ыбырай, менің ойымша, мен өзім балалар әдебиетінен сабақ берем, балалар әдебиетінен жаңағы шығармалар таңдайтын адам, менің ойымша Ыбырай еш уақытта орыстанбаған. Оның орыс достары көп болған, Ильминский, көп болған ғой. Бірақ Ыбырайды жаңа неге крест табылғаны рас үйіне. Неге крест табылған? Ыбырайды біз енді 70 жыл құл болдық қой. Сонда мынау Ресей империясы Ыбырайды мына қазақтарды орыстануға соған құл етіп жұмсамақшы болған. Өзіңнің мектебіңді ашып, балаларды орысша оқыт деген. Мына кресттерді балаларға тағып, сөйтіп, о балаларды орыстандыр деген. Бірақ Ыбырай мектепті ашу үшін олармен дос болған, әйтеуір келісімге келу керек қой. Бірақ еш уақытта балаларды орыстандырмаған. Өзіңіз білесіз ғой, иә? Мен қазақтың 10 шақты баласын жинап алады да, мен балаларды оқытуға аш қасқырдай кірістім дейді. Менің қазағымның, халқымның балалары басқа халықтың балаларынан кем болмау керек, тең болу керек дейді. Осы мақсатта қызмет еткен. Ол мынандай өте қиын саясатта қызмет еткен. Ана жақта оны жұмсап отыр, оған бұйрық беріп отыр. Мына жақта ол қазақтың балаларының көзін ашып мектеп ашқысы келген. Көрдіңіз бе? Осындай өте қиын жағдайда, сондықтан осы жерде мына қазір осындай әңгімелер қаптап кетті. Ыбырайдың аты Алтынсарин деген фамилияны алып тастау керек. Ол орыстанған. Жангелдин бар ғой тағы да Қостанайда. Жангелдинді алып тастау керек. Ол қазақтарды осындай жерлерде сіздер осындай әңгімеге еріп кетпеңіздер. Бұл деген өте сондай тексеретін, зерттейтін ғылыми фактілермен айтылатын нәрсе. Менің фактым мынау мысалы, мұсылманшылықтың тұтқасы. Сосын шын мәнінде ол қайтыс болар кезде менің жаназама 99 молда шақыртыңдар деген. Неге дейді? Оны анау көре алмаушылар былай айтады. 99 молда шақыр деп өзінің күнәсін жоймақшы болған дейді. Олай емес. Ол керісінше өзін жаназасын, егерде ол орыстанған болса, жаназа деген сөзді айта ма? Ол жаназасында және дейді, менің жаназамда орыстар болмасын деген. Көрдіңіз бе? Қандай? Өзіне тағылған айыптан құтылғысы келген. Өзінің мүмкін емес сондай адамды осылай Ыбырай Алтынсаринді өстіп қаралап жатқан сіздер естідіңіздер ме?
міне қорғап қалатын, зерттеп қалатын, бүкіл фактіні әкелетін бізде сіздерсіздер. Міне көрдіңіздер ме? Осыны ерекше айтайын деген. Сондықтан да Ыбырайдың шығармалары бізде өзекті мәселе, ол өте аз қамтылған. 5-ші сыныптан бастап өте аз қамтылған. Осыған ерекше мән беру керек. Енді бізде өте керемет, жаңа алдыңғы баяндамаларда айтылып жатыр. Бердібек Соқпақбаев деген өте мойындалған нағыз балалар жазушы бар. Шіркін, мынау қожасы керемет қой, иә. Бұл еш уақытта 5-ші сыныпта ғой, иә. Бұл еш уақытта мынау қожа, менің атым қожа, оқулықтардан алып тасталмайды. Өйткені неге? Өйткені бұл жердегі қожа нағыз бала өзін көреді. Бұл жердегі қожаның тентектіктеріне қарап, ол жағымсыз образ деп айтып келдік қой. Олай емес. Ол тура сол баланың жасайтын қылығы. Жағы біреуді алдақсы келеді, немесе жаңағы сұлтанға еріп кетеді. Бірақ ол өте жауапты бала ғой. Айнаның алдында отырып өзіне есеп береді. Қылықтар өте не ғой, жақсы көресің ғой. Кинода да жақсы көресің. Қандай сүйкімді, қандай тура өзі баланың қылығын жасайтын керемет образда келген ғой Бердібек Соқпақбаев. Бұл алтынға бергісіз өте ғасырдан ғасырға кететін шығарма деп бағалаймын. Мен өз басым. Әрі қарай мынау Абайды өте аз берген біз міне сіздерге 6-шы сынып, 7-ші сыныпта енді қараңыздаршы, енді кішкене қиналып бара жатырмыз. Әрі қарай 7-ші сыныпта Мұхтар Әуезовтің Көксерегі өте жақсы оқылып жүр қазір. Сарғасқаев Сансызбай Сарғасқаев нағыз балалар жазушысы. Міне оның тәмпіш қарасы тұр. Енді бұл жерде бір кішкене артық шығармалар бар. Өйткені жаңа айттық, балалар әдебиетінің шығармаларын таңдаған кезде танымдық, тәрбиелік, балаға жылы естілетін және баланың өмірі суреттелген шығармалар жылы қабылданады дедік қой, иә? Дәл осы талапқа сай келмейтін шығармалар бар. Сондықтан мектептегі оқушылардың әдебиетке деген қызығушылығын оята алмай қаламыз. Осындай шығармалар жоқтың қасы болып жүр ғой бізде. Кім жазады деген кезде, енді кейінгі кезде өте қатты қуанышты жағдай. Қараңыздар, Ділдар Мамырбаева, Серікбол Қасан, нағыз қазіргі жас буынның ішінде Рүстем Сауытбай, Әлібек Байбол, Бейбіт Сарыбай деген біздің ақын жазушыларымыз жастар. Бірақ керемет балалардың суреттері, балалардың өмірі туралы әдемі, заманауи балалар қызығып оқитындай шығармалар жазып жүр. Мына жаңа ғана айтқан Нұрдәулет Ақыш өте балалар жылы болды бізде 2021 жыл. Сонда мынау сол балалар жылына сыйлық ретінде Нұрдәулет Ақыш, мен сіздерге айттым, Шеген Ахметов дедік қой, балалар әдебиетінің тарихын бірінші очеркін жазған. Содан кейін неше жылдан кейін, жалпы ғасырдан кейін деп айтайықшы, қазақ, ол өйткені 20-шы ғасырда жазылды, мынау Нұрдәулет Ақыш қазақ балалар әдебиетінің тарихын жазды. 2 томдық. Бұл жерде жаңағы мен айтқан ақын жазушылардың да, жастардың да аттарын кездестіріп, балалар әдебиетінің қазіргі кездегі сипатын көре аласыз. Өте қуанышты Нұрдәулет Ақышқа өте үлкен алғысымыз, енді көп еңбегінің ізденісінің нәтижесі ғой бұл. Сонымен қатар Байбота Қошымновай, сіздер білесіздер, өз балалар ақыны, жазушысы, осы кісінің қазақ балалар әдебиетінің антологиясы 10 томдық. Мен айтайын дегенім, міне, қандай әңгіме? Неге қазақ балалар әдебиеті деген кезде қазақтың балалары қой бағу керек, қазақтың балалары сондай ғана әңгімелер жазылмау керек. Балалар әдебиеті ол әлем әдебиетімен үндес. Әлем әдебиетіндегі тақырыпта балалар әдебиетіне келу керек. Қараңыздаршы, Маршалдың «Мен шалшықтан секіріп аттай алмаймын», Том Сойердің басынан кешкендері әлем әдебиетіндегі балалар әдебиетіндегі көріністері ғой. Мен шалшықтан секіріп аттай алмаймын деген өте бір сондай аяғы жоқ баланың көп табыстарға жеткені. Аяғына балдақ салдып, ондай бала жоқ деп кім айтады бізде қазір? Инклюзив балалар өте көп. Балалармен бірге оқып, сондай әңгімелер жазылса ғой. Иә, қандай керемет. Ол балаға не берер еді? Сол баланың басқа балалардан кем еместігін. Басқа балалар сияқты
табыстарға жете алатын. Мен өзім ойлаймын да, шіркін-ай, біздің қазіргі ақын жазушылар осындай әңгімелер жазса, инклюзив балалар туралы, немесе мынау адам балықшы керемет қой, адам балық деген әңгімесі Беляевтің, өз суда да, құрлықта да ихтияндыршы өмір сүре алатын, сондай өте қызық қой, қалай қызығы оқыдық, соны, енді не болады, ихтияндыр ана бір ыстықта қалып қойып, өлейін деп жатқан кезде жылай жазайды ғой балалар оқыған кезде, өліп қалмас екен деп. Көрдіңіз бе? Сондай әңгімелер жазылса ғой, балаларға. Міне осындай біздің қазіргі балалар әдебиетінің алдындағы үлкен мәселе осы болып тұр. Соны мына балалар әдебиетінің Бағаша Тұрсынбайұлы деген ең соңғы бұл сыншы, жас сыншылар маған қазір жастар өте қатты ұнап жүр. Өйткені олардың ойлары өте озық, алып отқан тақырыптары заманауи. Балалар демекші, жалпы жас ақындар, жас жазушылар өте қатты ұнап жүр маған. Сонда мынау Бағаша Тұрсынбайұлы, мынау жас сыншы өзіме керемет ұнады. Былай дейді, балалар әдебиетіне дейді, мынау сөзінің қысқаша ғана мазмұны былай. Балалар әдебиетіне басқа көзбен қарамайықшы дейді. Қараңыздар, балаға дейді, біз зат сатып аламыз ғой? Етік, киім, қандай киім аламыз? Ең қымбат. Неге? Өйткені ол тек қана таза мақтадан тоқылған, терлетпейтін, жаңағы бәтеңкесінің өзі үлкендердің бәтеңкесінен өте қымбат, таза өнімнен, сапалы өнімнен жасалған ғой. Ендеше балалар әдебиетіне осындай көзқарас керек. Тек қана сапалы, таза, шынайы, адал осындай өмір суреттелген шығармалар керек болып тұр. Осындай айтайын деген. Ары қарай мен екен ғой жүрдім. Біттім деп шалқайдым. Көп рахмет сізге. Көп рахмет. Осындай әңгіме айтылды. Енді қазір келесі біздің баяндамамыз Сулайман Ырысбай келді ме екен? Қосылмады. Ол көрінбейді. Басқасы айтсын. Онда қазір Ташкент Инновация университетінің Нүкіс филиалының PhD докторы Тұрсынгүл Отарова. Бар ма екен? Қазір кірем деді ол кісі. Әлі кірген жоқ та? Кіреді. Онда келесі біздің кафедрада менің әріптесім, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, өзі шығармалар жазатын, өзі филология ғылымдарының кандидаты, өзі ғалым, Дәурен Бағдәулетұлы Мұхамадиев. Тақырыбы бізде жас ақын бар, Қуат Адис. Сол Қуат Адистің өлеңдерінің аксиологиялық бағыты ғой. Осындай тақырыпта Дәурен баяндама жасайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, дауысым естілмеген, енді сабақ арасында бір сәтті пайдаланып қосылып жатқан жағдайым бар. Енді ноутбугым интернет мәселесі дұрыс ұстамағаннан кейін телефонмен кіруге мәжбүр болып отырмын. Енді уәде бергеннен кейін өздеріңіздей сол жақсы жандарменен жүздес сұхбаттас болу мақсатында дауысым естіліп тұр ма екен? Естіледі, айтыңыз. Жақсы, енді құрметті әріптестер, бүгін мынау енді түбі бір түркі ұлтының түбі бір түркі туысқан халықтар, түрік, одан кейін сол қазақ және қарақалпақстан ағайындардың руханият саласында, білім ғылым саласында, әдебиет саласында еңбек етіп жүрген жандардың басы қосылған сондай бір мерейлі күн. Өте ой рахмет сізге. Мерейлі күн мынау рухани, тарихи, мәдени, әдеби сабақтастығымыздың ынтымағын көрсететін сондай бір жақсы күн, жақсы іс-шара. Енді осы іс-шараға сол бір мүше болып, баяндамашы болып қатысып жатқанда мен де қуаныштымын. Жалпы енді мынау Бейдана апайымызға, модератор, көп рахмет. Мынау енді қазақ осы балалар әдебиетінің бүгінгі таңдағы сол көрнекті өкілдерінің бірі, мынау Қуат Адисұлы деген сол замандас әріптес азаматтың жалпы сол
балалар әдебиетіне байланысты сол шығармашылық жайында шама-шарқым келгенше тарих ғалымызша сол бөлісуге сондай бір мүмкіндік болып тұр. Рахмет. Енді бүгін тақырыбымыз енді және Бибіден апайымыз да оқып берді, мынау слайдтарда тұр. Жалпы енді мынау қазақ балалар әдебиеті мынау өкілдері, оның ішіндегі осы Қуат Әдисұлы өмірі мен шығармашылығы, жалпы енді мынау бұл азаматпенен енді аралас замандас болып танысқаныма сол көп бола қойған жоқ, бір 10 жылдың сол ар жақ бер жағы, жалпы мынау рухани бағытта, шығармашылық әдеби бағытта сондай байланыстарымыз болғаннан кейін енді осы қаламгердің, осы тұлғаның өмірі мен шығармашылығына әсіресе мынау балалар әдебиетіне қосқан үлесі жайында сол аз кем мәліметімен сол бөлісейін деп мүмкіндік болып отыр. Рахмет. Енді мынау слайдта да көрініп тұрған слайдта да слайдты өзіме де шығарып алдым. Енді бұл азаматтың қысқаша өмірі мен шығармашылығына келетін болсақ, 78 жылы 14 тамызда Қызылорда облысы Қазақстандағы Жалағаш ауданында Аққыр ауылында дүниеге келген. Жалпы мамандығы сол журналист. Осы мамандықты тәмамдағаннан кейін сол аудандық Жалағаш жарысы газетінде жауапты хатшы болып сол қызмет атқарып келе жатыр. Және Бибіден апайымыз айтып өтті. Қазір қазақ балалар әдебиетінің өкілі, ақын, Қазақстан журналистер одағының, жазушылар одағының мүшесі, шығармашылық салаға қосқан үлесі еленіп, осындай қоғамдық ұйымдарға да мүше болып қызмет етіп келе жатқан азаматтың бірі. Енді бұл Қуат Әдисұлының жалпы шығармашылығы жайында аға буын өкілдері, замандастары да оның шығармашылығына, осыны балалар әдебиетіне қосқан үлесіне үлкен пікірлер, тұжырымдарын білдірген. Соның бірі мынау Құлбек Ергебек ағамыз, әдебиет зерттеуші, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ол кісінің бір мынандай тұжырымын тілге тиек етіп өтейік. Қуат қадырмен өтіп берген бағытындағы ақын, жақсы ақын. Қадырға қарағанда да табиғи, балаға не керек екен, балаға ойды қалай айтуды жақсы меңгерген, өлеңдері бала ойына сіңімді деп осындай бағасын берген екен. Одан кейін енді барлығын оқып нетуге мүмкіндігіміз жоқ. Кейін алдағы уақытта сонда мақала барысында осы тұжырымдарды беріп өтерміз арасына. Одан кейін Аманхан Әлімұлы деген ақын ағамыз, Байбота Қошымнағай деген, одан кейін сол замандастары Дәуренбек Қажылы, Қалқаман Сарин, Есей Жеңісұлы, Саят Қамшығыр деген замандас әріптестері де шығармашылығына жақсы тұжырымды пікір білдірген екен. Одан кейін өзімнің де пікірімді сол қосып қойдым. Серікқұл Хасан деген сол балалар әдебиетінің ақыны осы азаматтың шығармашылығы жайында жақсы тұжырымды пікірлер білдіріп өткен. Ендігі кезекте енді уақытымызда да тығыз болып тұр, сабақ процесінде де сол кішкене жағдайлар болып тұр. Сол 15 минут уақытты пайдаланып жүгіріп келіп, шәкірттерімнен отырғызып қойып кешірім сұрап келіп отырған жағдайым бар. Сол себептен барлығын енді оқып кетуге мүмкіндігім жоқ. Негізгісіне тоқталып өтейін. Жалпы енді келесі слайдымыздың келесі бөлігінде бетінде Қуат Әдисұлының еңбектері туралы мәліметтер берілген. 2014 жылы сол ең алғашқы шығармасы рахмет сізге көңіл керуені деген атауменен, одан кейін сол Қоңырбек пен Содырбек 2015 жылы, Кемпір Қосақ 2018 жылы, Дәруменді Давасы, одан кейін сөйлеп үйренеміз, QR код арқылы досталатын заманауи кітапшалар. Бұл мынау 2015 жылы, 18 жылы шыққан Қоңырбек пен Содырбек және Кемпір Қосақ деген бұл туындыларының кітаптарына сол енді шығармашылық байланыстағы дос болғаннан кейін алғы сөзін жазып, сол баспахана мәселесіменен сол байланыс жасап, азды көпсі қолқабысын тиіп еді. Енді осында бір естелік, жақсы бір жай ретінде ойыма оралғаннан кейін тілге тиек отырған ғой. Және сол атауы аталған еңбектердің, кітаптардың сыртқы формасы, көрінісі осындай. Енді келесі жалпы енді осы қаламгердің өлеңдері енген кітаптар, жинақтар туралы да қысқаша мәлімет беріп өтсем. Осы кітаптардың мұқабасы көрінген сол слайдтан кейінгі беттерінде болу керек.
Жалпы енді осы Қуат Адисонның жалпы рахмет сізге өлеңдері ең кітаптар жинақтар ретінде жыр маржаны, яғни қазақ ақындарының 10 томдық антологиясының 9-шы томына біраз туындылар енген 2014 жылы шыққан бұл антологиялық жинақ 10 томдық. Одан кейін 2015 жылы бұл енді тарихи хронологиялық сипатын айтып жатқаным ғой, 2 томдық тәтті алма деген осы жинаққа да өлеңдер енген туындылары. Одан кейін 2015 жылы осы жылы Бәсіре деген 2 томдық балаларға арналған жинақ. Осы жинаққа да одан кейін сол менің елім бейбіт өмір бесігі 2019 жылы шыққан жинаққа. Одан кейін балалар поэзиясының антологиясы 2022 жылы шыққан туындыларға, антологиялық еңбектерге туындылар енген екен. Осы слайдтан кейін жәнегі тілге тиек етіп атап өткен, рахмет сізге. Осы кітаптардың осындай мұқабасы түр түсі беріледі. Жәнегі айтып өткен. Сонымен қатар енді бұл азаматтың бұл балалар әдебиеті өкілінің жалпы мынау шығармалары өзге тілдерде. Дәурен, сізге көп рахмет. Қуат Адисия жас ақын, біраз қандай еңбектері бар екенін бәрін көрсетіп жатсыз. Сізге көп рахмет. Келесі баяндамашыға сөз берсем қалай қарайсыздар? Келесі. Tursun Hanım katıldı. Tursun Hanım katıldı. Қатысты ма? Кім? Тұрсынгүл келді. Тұрсынгүл келді ма? Şurada işte. Қазір. Тұрсынгүл. Бізде Тұрсынгүл Отарова Жеткербай қызы, пежді доктор, Ташкент инновациялы университетінің Нүкіс филиалында жұмыс жасайды. Тақырыбы қазіргі Қарақалпақ балалар әдебиеті. Тұрсынгүл, сөз сізде. Қазіргі Қарақалпақ балалар әдебиеті. Ассалаумағалейкум. Даусым естіліп тұр па? Davsınız keledi, aytınız. Hoş geldinizler. İyi günler Nergis Hanım. Teşekkür ederiz. Buyurun. Konferensiya құтлы болсын. Алды болсын конференцияларыңыздың. Bundan da үлкен конференциялар чөлкемнестіру алып бару несіп етсін. Біздің темамыз қазір Қарақалпақ балалар әдебиеті, Жұманияз Өтенияз өтушілігіміз алында. Балалар әдебиеті көркем әдебиеттің бір бөлегі болып, көркем сөз арқалы балалар тұрмысын көркемлеп суретлеу, жәмиетлік тұрмыста олардың тұтқан орны, іс-әрекеті арқалы өзінен кейінгі әулетқа гозаллық сезімлерін оятатуын жетіліскен кәміл инсанларды тәрбиелауда ең ахметлі болып есептелінеді. 80 жылдарынан бастап баспасөзде бірнеше балалар қосылары, ертектері менен, прозалық шығармалары менен Жұманияз Өтенияз қатынасып келді. Бірақ бүгінгі күнде Қарақалпақ әдебиеттан өлімінде балалар әдебиеті мәселелері аз ізетленгендіктен шайырдың дөретушілігі ізетлену шетте қалып кетті. Жұманияз Өтениязов балалар поэзиясында қалем тербетке атырғаны 30 жылдай уақыт болса да, еліге шекем оның минетлері толық ізетленбеген, үйренбеген. Шайыр дөретушілігін үйрену, балалар әдебиетінің жеке әдебиетінің жеке өзгешеліктерін һәм бүгінгі рауажлану дәрежесін ашыруға жәрдем береді. Жұмыстың актуаллығы осы мәселелерге байланысты болды. Мақаламызда Жұманияз Өтенияз өтушілігі һәм балаларға арналған шығармалары Қарақалпақ әдебиеттану өлімінде еле толық үйренбегендігін, бірақ та Жиенбай Ізбасқановтың, Сипатиновтың мақалаларында азлы кемлі тоқтап өткендігін айтып өтуіміз керек. Қарақалпақ балалар әдебиеттаның сағалары біздің әдебиетіміздің милли деректері есептелген дастанлар, ертеклер, жаңылтпашылар, жұмбақлар, нақыл мақалалар қоласы халық ауызекі дөретпелерінен басыланады. Қазіргі дәуірде де осы фольклорлық дөретпелер балалардың сүйіп оқитын шығармалары қатарында болуымен бірге, жазушы шайырларымыз оларды қайта әсілеп, өз дөретушілік шеберлігімен байытып, жаңа балалар әдебиетін дөретпекте. Бұл бағдарда Қарақалпақ әдебиетінде Мырзағали Дәрібаевтың Алтын жүзік, Тілеуберген Жұмамұратовтың, Шаудырбай Сейіттің, Кеңесбай Рахмановлар тарапынан де давам еттіргенін атап өтуімізге болады. Сондай-ақ арнаулы тек балалар үшін жазатуған жазушы шайырларда пайда болды. Бұлар 20 ғасырдың текарынан 60-80 жылдары жүдә күшейді. Олардан Сағидулла Аббасов,
Қалмұрат Сапаров, Ділмұратов һәм тағы басқа да өз үйретушіліктері тек балалар үшін арналды. Жазушы, шайыр, публицист Жұманияз Өтенияз та осы қатарлар толықтырды. Ол бірнеше ертеклері, қосқылары, топламлары менен балалар әдебиетіне тиісті орын алып келатыр. Оның 1984 жылы Нөкіс мемлекеттік университетінің құқықтану факультетін табысылы тамамлағанлығы, әсіресе оның осы жинаят темасының ашылып берілуінде, оның отан сүйушілік темасының, патриоттық сезімдерінің еледе бір тереңнен сәулеленуінде шығармаларында үлкен бір орын тұтқаны айрықша атап өтуімізге болады. Қарақалпақстан телевидениесінде, Қарақалпақстан баспасында да редактор лауазымында істеген. Жаңа жыл, Шолақ жайын, Екі мақтанша қосқылары, ертеклер топламлары, 1996 жылы болса, Тыншылық сақшылары сияқты очерк қосқылары топламлары Қарақалпақстан баспасында жарық көрген. Пушкиннің, Лермонтовтың, Гогольдің, Ушинскийдің шығармаларын Қарақалпақ тіліне аударған. 1992 жылдан бастап Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз орайында қызмет етіп, жинаятшылықтың алдын алу, жәмиеттілік тәртіпті бекемдеуге бағдарланған көрсетулер даярлап, мақалалар жазып, жастарымыздың құқи мәдениетін асыруға жоғары үлес қосып жатыр. Һәм құқықтанушы, һәм балалар шайыры, һәм балалар жазушысы 2001 жылы Үстірттегі айқас кітабын баспада жарық көргізген. Бұл кітабында оның журналист сипатында жазған очерклері, айрым қосқыларын, хәзілдері орын алған. Минетсіз дүния көздеме деген Бердақ шайырдың афоритлік ұғымға ие қатарларын басшылыққа алған халда дөретпелеріне мазмұн берген. Өзбекстан жазушылар ауқамы, республиканың ең жақсы журналист көрік таңдауының жеңімпазы Жұманияз Өтенияз жастардың құқи мәдениетін, рухи дәрежесін жоғартылуды мақсат еткен еді. Оның шығармаларында жинаятшылыққа қарсы күресу, низамшылықты бекемдеу жолындағы машақатлы кәсіп ісілерінің жұмыстарын суретлей отырып, оқушының сана сезімін тәрбиелейді. Жинаят жазасыз қалмайтұғылығына шешім пайда етеді. Терең ой, еушілік сезімменен жазылған қосқылары оқушылардың кеуілерінен орын алады, тербетеді. Жұманияз Өтенияздың дөретушілік жолы балаларға арналған шығармалар жазумен бірге публицистикалық дөретпелерді жазуға бағдарлады. Оның бір очеркін айтып өтетін болсақ, очеркілерінде тикарғы темасы ішкі істер ұйымлар қызметкерлерінің істегі підәкерлігі, жинаят дамуының ұнамсыз ақыветлері, хақиқатлық минет сүйгішлік һәм тағы басқа хақында болып, бүгінгі күнде замандастарымыздың образлары да ашылады. Әне осы образлар балалардың әр нәрсенің ұнамлы, ұнамсыз тарепін, жақсы жаманның парқын білуге тәрбиелап келген. Мысалы, оның очерклер тематикасы әрқилы болып, оларды төмендегіше бөліп қарасақ болады. Ішушілік һәм зиянлы әдетлер темасына арналған очерклері бір шеше арақ, атты өшкен шаңырақ, қаңқор құтылмайды, ұл туылған ақшам, хүждансыз, шымбайлы ізқуар, бес түп кендір, ағаш түбіндегі пышақ, 7 жылдық жинаят, ой сезімі, қалбекі пұл қайдан келді, арақ ақылдан аздырады, пышақ сілтеген уақытта, һәм тағы басқа. Екіншісі минетсіз дүния табуға арналған очерклері бар. Қоңсыңды геулеме, балық базарындағы сауда, жамалық етсең өзіңе, арзан, нексия аласыз ба, һәм тағы басқа. Автор дүркін формасындағы да очерклерді жазудың да шебері болған. Бұлар Үстірттегі айқас, дүркіннен очерклері, жаланың бәлесі, жолға шықсаң жолдасыңды тауып шық, жинаятшыларды қолға алғанлар, һәм тағы басқа. Төртіншісі коррупция, рекет һәм терроризмге қарсы күресуге арналған очерклері бар. Диханға зорлық еткенде, дүкандағы операция, сатылған пақта, низамды білмегенлер, доллар саудасы, жай сатамыз, тракторлар түгелме, жолды тосқан студент, һәм тағы басқа. Әсіріміздің адамлары дүркіннен очерклері, болар бала 5 жасынан, Қарақалпақстанлы бірінші полковник аял, миллионер милиционер, үлгілі шаңарақ перзенті, Қоңыраттың тынышлығын 17 жыл қорғады, 30 өнерлі жігіт, спортшылар, һәм тағы басқалар. Алтыншысы тұрмыс сабақлары дүркіннен көз байлаған қазан, тикарсыз арба, арақтың кесапаты, адам өлтірген кабап, һәм тағы басқа. Тұрсынгүл, құмбетті Тұрсынгүл. Кішкене қорытындыласаңыз, сонымен, қорытындыласаңыз кішкене.
Улум аластырып айтканыбызда, Жуманияз Өтениязов тек Каракалпак балалар эдебияты, тек балалар жазуучу болуп калмастан, ол үлкен жастагы инсанларды тарбиялайтыгын, hamde балалыгын эске алатыгын, көз алма өтүлөрдө бир адамга ой салатыгын, балалыгын эслеп, мен де ушу балалык кезде мындай инсан болсам эди деген бир хавес менен карайтыгын жазуучу, онун чыгармалары инсанда. Ол және де шайыр сыпатында да балалардын лирикалык косуларында балалардын турмусунан башлап ушу инсанлардын жашлыгы, көз мухаббаты, ер жетүүгү, карыялыгы һәм тагы башкаларды көз тербетип келтирген шайыр эсептелинет. Саммит Өндөр отыр ма? Бізде Саммит Өндөр бар ма? Иә, осында бар. Осы конференцияны ұйымдастырушылардың бірі, қазіргі түркі тілдері және әдебиеттері бөлімінің магистрі, Ешіл Қайын баспа үйінің директоры, Памуккала университетінен Саммит Өндөр Сүлеймен ұлы түріктің балалар әдебиетіндегі құндылықтарды тәрбиелеу мәселесі деген тақырыпта баяндама жасайды. Söz özünüzde. Barşanızga selam, hayırlı gün dileğimin. Sesim geliyor mu? Önce onu sorayım. Geliyor sesiniz. Geliyor sesiniz, buyurun. Sunumu açabilir miyim hocam? Sunumum var. Paylaşabilirsiniz, şu anda açık ama paylaşamıyor musun? Nereye tıklamam gerekiyor bilmediğimden. Şu üstte paylaş diye, en üste bakarsan paylaş Evet. diye bir yer var. Oradan Tamam. basınca pencereyi de açarsan eğer bilgisayarında açıksa yansır. Tamam hocam, açıyorum hemen. Çok unuttun ya. Geldi mi? Açtım ama. Evet, görünüyor şu anda. Yok, Tamam. şimdi koptu, tekrar Tamam. bir dene. Tamam, açtım şimdi. Benim yazım Süleyman Ulu Türk'ün çocuk öykülerinde değerler, eğitim ve bireysel ve toplumsal Samet gelmedi şu anda. Eğer paylaşmak istiyorsan tekrar paylaş. Çünkü paylaşımı kapattın galiba. tekrar deniyorum hocam, tamam. Açmıştım zaten. Evet. Buradan sunabilirsin, evet. Tamam. Süleyman Ulu Türk'ün çocuk öykülerinde değerler eğitimini çalıştım. Süleyman Ulu Türk çocuk yazımları üzerine eserleri olan kıymetli bir yazar. 2024 yılında Türk Edebiyatı'na çocuk yazımlarıyla giriş yaptı. Aynı zamanda çok yönlü bir eğitimci, tiyatro ve romanları da olan bir yazar. Bizim yayın evimizden kitapların olması dolayısıyla da ben çok mutluyum. Onun hakkında yapılan ilk çalışmayı yaptığım için de çok mutluyum. Hızlıca zamanımı verimli kullanmak adına yazıma geçeyim. Özetimizde aslında bahsettiğim gibi Süleyman Ulu Türk'ün 5 farklı çocuk öyküsü bulunuyor. Başlıkta da belirttiğim üzerine çocuk eğitiminde pek çok değer ve olgudan bahsetmek mümkün. Bunları makalemde çok daha detaylı hale getireceğim. Birkaç örnek üzerinden şimdi sizlere bahsetmek isterim. Kısaca Süleyman Ulu Türk'ün kim olduğundan bahsedeyim. 1965 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğmuştur. İlk öğrenimini İsa Bey Atatürk İlkokulu'nda, ortaokulu Deniz Cumhuriyet Lisesi'nde, ortaöğretim ve lise eğitimi Deniz Cumhuriyet Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Çanakkale Eğitim Yüksekokulu'nda mezun olmuştur. Uzun bir süre eğitimcilik hayatına devam edip öğretmen olarak çalışmış. Emekli olduktan sonra da halen Deniz'de özel bir eğitim kurumunda öğretmenliğe devam etmektedir. Yayınlanmış 5 çocuk kitabı var Süleyman Ulu Türk'ün. Kırmızı Bisiklet, Yengi Yayınları'ndan, yine Dijital Korsanlar, yine Yengi Yayınları'ndan yayınlanan kitapları. Yeşilkayın Yayınları'ndan yayınlanan son 2 yılda Can Kuşları Vurmasınlar, Çevre Dedektifleri Mucit Musa ve İkizler, Ağlama Canım Annem isimli 5 eseri bulunmakta. Tabii bunlar muhteviyatı bakımından hepsi ayrı değerleri ve olguları içermekle birlikte hepsi çocuklar için olumlu derecede tesir oluşturan güzel kitaplar. Aynı zamanda bu kitapların editörlüğünü yapmaktan dolayı da mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ben süremi verimli kullanmak adına tabii ki tüm başlıkları alamadım ama değerler eğitim, çocuk yazımlarındaki değerler eğitimini göz önünde bulundurarak özellikle tespit ettiğim örnekleri sizlere sunmak istiyorum. Aşağıda da hangi kitaptan alıntı yaptığımı kaynağı vererek göstermek istedim bu 5 kitap içerisinden. Pozitif disiplin ve davranış eğitimi üzerine alıntılar yaparak anlatacağım bu değerleri. Can Kuşları Vurmasınlar kitabında geçen bir
birkaç cümleden söz etmek istiyorum. Kötü çocuk yoktur, yanlış davranan çocuk vardır. Onunla bugünkü olayı konuşup yaptığının yanlış olduğunu anlatalım yazıyor bu kitapta bir bölümde, sayfa 27'de. Bu yaklaşım çocuğun kişiliğini değil, davranışını merkeze alır. Bu fark çocukların kendilerini değersiz hissetmeden hatalarını görmelerine ve düzeltmelerine zemin hazırlar. Aynı zamanda değerler eğitim açısından bakıldığında da empati kazandırma gibi. Burada bir hayvanlara zarar veren Şahin isimli bir karakter var. Empati kazandırma açısından kötü çocuğun olmadığını, o çocuğun aslında yanlış davrandığını ve bunun eğitilebilir olduğunu, o çocuğun eğitildiğinde farklı bir şekilde topluma kazandırılabileceği üzerinde duruyor. Yanlış davranış ifadesiyle çocuğun kendilik değerini de koruyor aslında. Tek elden bir yargılamada bulunmadan. Bu da çocuk yazınları açısından önemli. Öğretici iletişim açısından baktığımızda ceza yerine diyalogla yanlış davranışın açıklanması çocuğa daha kalıcı değerler kazandırma açısından çok önemli. Cezalandırma yerine o davranışı düzenlendirme vurgusu var. Bu can kuşları vurulmasınlar kitabından bir alıntıydı. Yine aynı kitaptan merhamet ve doğayla uyum bilinci benim bulduğum başlık. Evde ona birkaç gün bakalım, iyileşince doğaya salarız. Burada yaralanan bir kuştan bahsediliyor kitabın içerisinde yine. Değerler eğitim açısından bakıldığında çocuğun serçeye bakım vermesi, canlılara duyduğu şefkati ortaya koyuyor tabii ki ilk olgu olarak. Yaralı bir canlıyı iyileştirene kadar sahiplenme duygusu da sorumluluk alma bilincini geliştiriyor. Serçe iyileştikten sonra doğaya bırakma düşüncesi ise çocuğa çocuk yazınında okuduğu zaman bu kitabı doğaya saygı duyma ve her canlının aslında yaşadığı ortamda gelişebileceğini hissettiriyor. Bu da çok önemli bir olgu bana kalırsa. Aynı zamanda orada sapanla vurulan bir kuştan bahsettiği için dolaylı olarak şiddetin olumsuz etkisi de sezdirilmiş oluyor. Çevre Dedektifleri ve Mucit Musa ve İkizler kitabında da burada annesini ve babasını kaybetmiş ikiz çocukların bilime ve eğitime verdiği değer çerçevesinde Mucit Musa ile tanışarak yaptıkları deneylerden söz etmelerini konu alan bir kitap. Yanındaki çınar ağacına kocaman bir salıncak yaptılar. Selim ve Serkan çok mutluydu. Onları gören yakınlarındaki 3 çocuk daha geldi. Onlar da gelince oyunlar daha da eğlenceli oldu. Burada da 2 ya da 3 cümle görmemize rağmen aslında çocuklara çok fazla değer ifade eden anlamlar var. Değerler eğitim açısından bakıldığında yine paylaşma ve birlikte olma değerini burada çok net şekilde görüyoruz. Oyuna yeni çocukların katılmasıyla yaşanan sevinç ve paylaşmanın değeri artıyor burada görüldüğü gibi. Toplumsal birliktelik vurgulanıyor yine çocukların bir araya gelmesiyle. Aynı zamanda doğal ortamda yaşanan bir ilişki, salıncağın çınar ağacına kurulması, doğayla iç içe büyüme bilinci de çocuklara aktarılmış oluyor. Bunu da önemsiyoruz. Bilimsel merak oluşturma ve güvenlik. Önce kendisi çalışırken kullandığı gözlüğünü taktı ve iş önlüğünü giydi. Sonra ikizlere de aynılarını giydirdi. Güvenlik için bunlar ilk şarttı. Yine Çevre Dedektifleri kitabından bir bölüm. Bu bölümde Mucit Musa'nın yaptığı bilimsel davranışlara başlamadan önce aldığı güvenlik önlemlerini çocuklara yansıtarak daha çok küçük yaşlarda bir çocuk yazınıyla çocukların güvenlik kurallarına uymalarının önemini ve erken yaşta bunu içselleştirmelerini yine aktarmış oluyor. Mucit Musa'nın önce kendisi uygulaması, çocuklara davranışlarını sözle değil, örnekle göstermesi de aynı zamanda günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın savunmuş olduğu eğitim kriterlerine de uyan bir anlatım yapısı. Bu tabii ki Süleyman Hoca'nın, Süleyman Ulu Türk'ün eğitimin içerisinde olması, öğretmenlik alanında tecrübeli bir insan olması bu etkiyi gösteriyor. Bunu da değerli buluyoruz. Doğayla iç içe öğrenme, estetik duyarlılık ve farkındalık başlığıyla çocukların ellerinden tutup çeşit çeşit gül, çiçek ve ağaçların arasından atölyesine götürdü. Çocuklar atölyeye gelirken güllere ve çiçeklere dokunup onları koklaya koklaya geldi. Burada çok güzel bir aslında ifade var. Çiçeklere dokunmak, onları koklamak, doğayı tüketmeden onlarla birlikte yaşamayı öğrenmektir bir nevi. Burada çocuklara bunu öğretiyor olmak çok güzel. Aslında burada tabii ki doğrudan bir bitkiye değer vermeliyiz başlığı da değil. Yani bunu çocukların yaşadığı bir olay çerçevesinde bu mesajı vermek çok değerli geliyor bana. Bunu da önemsiyoruz. Güzele yönelme ve hissederek öğrenme becerisini de geliştiriyor bu durum. Aile büyüğüne saygı da tabii ki bizim kültürümüzde özellikle ekseriyetle üzerine durduğumuz bir konu. Aile kavramı çok önemli bizim için. Yine çocuk yazınlarında aile kavramının
belirtilmesi, önemsenmesi de çok değerli. Dedene yemek ve temizlik konularında yardım edeceksiniz şartıyla anne ve babasının dedesinin yanına gitmesini onayladığı, çocuklarına böyle söylemesi yine bizim kültürümüzde önemi ekseriyetle vurgulanan yaşlılara saygı, aile büyüğüne saygı kavramlarını da çocuklara çok küçük yaşlarda çocuk yazını çerçevesinde aktarıyor. Çevre bilinci ve yaşam hakkı, bu da çok önemli bir değer. Çocuklar, maalesef insanların çevreyi ve havayı kirletmesinden kaynaklanan kanser hastalığından annenizi kaybettik. Burada aslında anne kaybı dolayısıyla biraz ajite bir konu bahsediyor olabilir çocuk yazınında, ama aslında burada üzerine durulan vurgu o değil. Bu bir olay sonucunda gelişen pek çok kavram var Çevre Dedektifleri kitabında. Dolayısıyla burada çevreye zarar vermenin sadece doğaya değil, insan yaşamına da büyük bedeller ödettiği, daha çocuğa küçük yaşlarda vurgulanıyor olması çok değerli bu açıdan. Annesini kaybeden çocuk üzerinden aslında bu anlatı üzerinde çevre kirliliğine yol açan ve sonuçlarının insan sağlığına da sebep olduğunu aktarıyor. Tedbirli olma kavramına bakacak olursak, Süleyman Türk'ün çocuk yazılarında yine karşımıza sıkça çıkan değerlerden biridir. Ancak evlerimize sağlam olabilecek tehlikelere karşı korunaklı yapmalıyız. Mesela evlerimizi sağlam yapacağız ki depremde yıkılmasın. Bu vurgu yine Ağlama Canım Annem kitabında, Süleyman Ulutürk'ün son çocuk kitabında belirtilen bir vurgu. Burada da yine gündelik hayatımızda hem yetişkinlerin hem de çocukların sıklıkla karşısına çıkan doğal bir sonuç olarak aslında önlem almanın da zor olduğu, yapabileceklerimizin olduğu deprem konusunda Süleyman Hoca'nın henüz çocuk yaşlardaki arkadaşlarımız için yazmış olduğu çok önemli bir değer. Sorumluluk alma kısmına bakacak olursak, az sayfam kaldı. Vaktimi bilmiyorum geçtim mi? Hemen toparlayacağım. Sorumluluk alma kısmına bakacak olursak, annesi kahvaltı hazırlarken o tavukları kümesten çıkardı, yumurtaları aldı, bahçede de biraz onları izledi. Yine burada sıralı iki cümle olmasına rağmen aslında pek çok değer görüyoruz. Bu sahne çocuğun gönüllü sorumluluk alması, ailesine katkı sunması üzerinden eğitici bir örnektir. Aynı zamanda bahçede bulunan tavukların yumurtalarını aldıktan sonra da onları izlemeye devam eden bir çocuk bundan keyif alıyor demek ki. Yine burada da tavuk metafor üzerinden, tavuk hayvanı üzerinden yine bir sevgi bağı sorumluluk almayla birlikte veriliyor. Vatan sevgisi ve topluma katkı bilinci yine Ağlama Canım Annem kitabında başarılı bir doktor olarak yurt dışında çalışan karakterin annesinin artık oğlum ona Türkiye'ye dönmelisin mesajıyla ülkemizde senin gibi başarılı doktorlara ihtiyaç var talebiyle beraber bu olguyu da buradan anlayabiliyoruz. Çevre bilinci ve yaşam hakkı. Çocuklar, maalesef insanların çevreyi ve havayı kirletmesinden kaynaklanan kanser hastalığından annenizi kaybettik. Bunu az evvel zaten anlatmıştım. Çevrenin kendisine, doğaya hem de insana sirayet eden önemli bir etkisi olduğunu çocuklara yine küçük yaşta sezdirerek bu ölçüde önemli mesajlar oluşturuyor. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Çocuk yazınları aslında edebiyatımızın en önemli kitapları, kaynakları, aslında çok önemli bir alan. Fakat yayıncılık alanıyla da ilgili o alanda faaliyet gösteren bir işletmenin de sahibi olarak şunu söylemeliyim. Çocuk yazınlarının daha eğitimli ve bu alanda daha bilgili kişiler tarafından oluşturulmasını önemsiyorum. Çünkü çocuklar özellikle bu değerlerle birlikte hem bu önemsenen değerleri ölçüsünde öğrenmeyi kavrayacaklar hem de bunu hayatlarına yansıtmayı başarabilirlerse ideal insan kavramına daha çok yaklaşmış olacağız. Benim sunumum böylece sonlanmış oldu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Süleyman Hoca da bugün aramızdaydı, kitaplarımızın yazarı. Kendisine de tekrar teşekkür ediyorum bu güzel eserleri yayınladığından, Türk Edebiyatı'na kazandırdığından. Ben de teşekkür ederim. Sunumunuz için çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Başarılı sunumlarından dolayı. Teşekkür ederiz ikinize de. Rahmet sizge көп. Жақсы мәліметтер айттыңыз, көп рахмет. Келесі баяндамашы бізде Махинур бар ма? Махинур Фармонова бар ма? Махинур. Evet hocam. Махинур. Evet hocam. Var. Махинур қазіргі өзбек әдебиетіндегі балалар руханиятының желілері деген тақырыпта баяндама жасайды. Yazar mısın? Регламент сақтаңыздар, құрметті баяндамашылар. Öncelikle merhabalar diyorum hocalarım.
Hepsinize Özbekistan'dan, öncelikle Bukhara'dan selamlar olsun. Konferansımız hayırlı olsun. Bir de panelde adlandırdı. Fayzullah hocama çok teşekkür ederim. Bana de bu hakkında haber verdiği için. Çok güzel oluyor. Benim sunumum Nazar Eşankul'un hikayelerinde çocuk ruhiyeti çizgileri. Yani bu konu üzerine olacak. Bir de Fayzullah hocamla konuştuğumda yani benim doktora konum Nazar Eşankul romanlarının struktural yani yapısal açıdan analiziydi. Dedim ki ya ben bu Nazar Eşankul'un hikayelerinde bir bakayım ya çocuk ruhiyetine ilgili bir şeyler bulabilirim mi? Evet yani bir yeni açıdan baktım yani 2 yıldır 3 yıldır uğraştığım bu konuya ve hiç beklemediğim bir sonuçlar elde ettim. Yani bu sonuçlarla size de paylaşırım. Benim yapmıştım bu slide yapmıştım ama ben buraya yapabilmiyorum şeyi. İsterseniz tarif edebiliriz size. Yukarıda paylaş diye yazan bir yer var. Ok işareti var. Bilgisayarınızda önce açın. Hayır ben bilgisayar üzerinden girmiyorum da Ha, hocam. o zaman Ben telefon üzerinden paylaşamazsınız. giriyorum. O zaman paylaşamazsınız. Biz sizi dinleyelim. Tamam sorun yok. Ben kendim anlatırım. İsterseniz bana gönderebilirsiniz. İsterseniz gönderin biz buradan açabiliriz. Evet. Öyle yapayım mı? Tamam gönderin ben- bize paylaşalım. Siz Öyle Feyzullah'a yapayım o gönderin. zaman. Hı hı. Ben şuradan indireceğim. Gönderdim bana göndermen gerekiyor. Evet ben hocama gönderdim şimdi. Paylaşıyor. Bir dakika. Bir dakika. Gidiyor yolda. Biraz uzakta hocam. Siz Gönlümüz isterseniz yakın olsun. anlatmaya devam Siz edebilirsiniz. anlatın biz Tamam. onu buradan yapalım. Paylaşalım vakit kazanmış hocam öyle olalım. olsun. Buyurun. Hı. Evet. Özbek edebiyatının çağdaş temsilcilerinden biri olan Nazar Eşankul'un eserlerinde insan ruhunun özellikle de çocuğun dünyaya bakış açısının ve içsel eserlerinde insan deneyimlerini hassas sanatsal araçlarla yansıtıldığı görülür. Yazarın hikayelerinde çocuk imgesi toplumsal ve ahlaki sorunların açığa çıkarılmasında bir araç olarak işlev görür. Bu makalemizde yani bu sunumumuzda diyelim çocuk ruhunun biçimlenme biçimleri psikolojik kuramlar ve edebi analiz yöntemleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Nazar Eşankul'un hikayelerinde çocuk karakterler aracılığıyla toplumdaki kayıtsızlık, sevgisizlik, ikiyüzlülük, yalan ve ümitsizlik gibi sorunlara dikkat çekilir. Burada çocuk saf hakikati arayan bir simgeye dönüşür. Çocukların masum bakışları aracılığıyla yetişkinler dünyasındaki sahtelikler açığa vurulur. Nazar Eşankul'un modernist düşünce yansıtan hikayelerinde çocuk figürü, ruhu ve çocukla ilişkili metaforik yapılar anlatının yapısında önemli bir rol oynar. Yazarın eserlerinde açıkça baş karakter olarak çocuk figürüne sıkça rastlanmasa da arka planda yer alan ve güçlü simgesel anlamlar taşıyan çocuk karakterleri dikkat çeker. Vaktimizin sınırlı olduğundan dolayı şimdi yani biz misallara dikkatinizi çekerim. Örneğin Uçsuz Bucaksız Gökyüzü yani Özbekçe'de Bepayan Osman adlı hikayesinde anlatıcının çocukluk anılarından bir bölüm şöyledir. Annem beni, baban seni amcana oğul olarak verdi. 3 gün eve gelme. Gelenek böyle. Yengen doğum yaptıktan sonra seni geri alacağız dedi. Bu söz bana artık anne babandan ayrıldın gibi bir etki yaptı. Sanki onlardan sonsuza dek ayrılacakmışım gibi ağlamaya başladım. Bu bölümde yazar çocuğun dünyasında ebeveynlerin ne kadar büyük bir yer tuttuğunu, onlarsız hayatını bile tasavvur edilemeyeceğini ve çocuksu inat hissini yansıtır. Yine aynı hikayenin devamında çocukluk korkularının bireyin ruhsal gelişiminde nedenli derin izler bıraktığı şu şekilde tasvir edilir. Annemin halamdan korkusu benim çocuk zihnime yerleşmişti.
Onu görünce kaçardım. Eve geldiğinde görmemek için içeriye saklanırdım. Bazen aniden geldiğinde bile anneme sarılıp ağlardım. Bu korkular bireyin yaşamı boyunca bilinçaltında yer ederek herhangi bir anda kendini gösterebilir. Hikayede kahraman büyüyüp olgunlaşsa da halasının adını duyunca yine aynı korkuya kapılır. Yazar burada çocuk ruhunu hem maddi hem de manevi tehlikelerden korumanın gelecekte ruhsal olarak sağlıklı bireyler yetişmesinde temel rol oynadığını vurgular. Bir de Sibizga Nolesi, yani Türkçe olarak Duduk Ağıdı diye tercüme yaptım ama net olarak bilmiyorum. Adlı hikayesinde yazar 1000 yıllık bir sırrın çocuklar aracılığıyla ortaya çıkışını şöyle aktarır. Çoban çocuklar kendi yaptıkları düdükleri yolda diğer çocuklara dağıttılar. Çocuklar gece gündüz bu düdükleri çalarak insanlara İskender'in boynuzları var, İskender'in boynuzları var mesajını ilettiler. Bu çocukların geleceğe dair söz sahibi olduklarının altını çizen güçlü bir metafordur. Bir de çocuk hafızasının insanın ruhiyetine, yani bir şahıs olarak ruhiyetini ne kadar etkileyebileceği hakkında da konuşalım. Bu konu Yalpız Hidi, yani Nane Kokusu adlı hikayesinde böyle tasvir edilir. Bu hikayede dizisinde ise çocukluk anıları ruhsal çöküntüden kurtarıcı bir unsur ve hayata yeniden başlamak için motivasyon kaynağı olarak tasvir edilir. O gün 1. sınıfı bitiriyordu. Yağmur yeni yağmıştı. Bahçedeki otların üstünde inci gibi damlalar vardı. Babasıyla ahır kısmına giderken küçük ayakkabısı parlıyordu. Samandar çimenler arasında yuvarlandı. Paltosu sırılsıklam oldu. O gün babası nane toplamış. Annesi akşam çorbaya eklemişti. Samandar o çorbanın tadını bir daha hiçbir yerde alamadı. Çocuk dünyayı beyaz bir tül perdenin ardından görür. Onun doğasında güzelliğe yakınlık, henüz günah bulaşmamış kalbinde yalnızca iyiliği yönelim vardır. Bu nedenle çocuk en basit olaylardan bile büyük bir sevinç çıkarabilir. Bu his bir ömür kalbinde yaşar. Biz bu hikayenin devamında da buna tanık olabiliyoruz. Yani ben burada yazmıştım bunu. İsterseniz ben size bunu bir Özbekçe de diyebilirim yani. Zaten ben tercümesini yapmamışım. Samandar otasining otxona devori tagidan yalpiz terib kelganini va o'zining barra bedaguliga to choponi ho'l bo'lguncha ag'anaganini, maysa qulog'idagi yomg'ir tomchilari uning bo'ynidan ichiga tushib qitig'i kelganini orziqib eslardi. Bedaga ag'anaganini xuddi yalpiz solingan sho'rva hididay uning e'zozli xotiralaridan biri edi. U boshqa hech qayerda, hech qachon o'sha kungiday zavq bilan, shodligidan qiyqirib, o'zini batamom va baxtli, erkin his etmadi. Bakın hocalarım, burada yani hepimizin içimizde bir çocuk var, yani aynı anlamda. Yani bizim çocuk ruhiyetimizde böyle bir şey kalabilir. Yani en güzel anılarımız, en değerli anılarımız bize bir güç olarak, bize bir kuvvet olarak bizim hatırelerimizin bir dibinde yaşayabilir. Yani biz bir yıkılırken, hayatta bir düşerken o anılardan kuvvet alarak, o anılara diyelim dayanarak yeniden hayat başlayabiliriz. Yani bu tasvir edilmiş aslında burada. Ben çok beğendim bu şeyi. Bunu bularken de bir de metaforlar var hocam. Yani çocukla alakalı metaforlar var. Yazar Nazar İşankul çocuk ruhunu yansıtırken gözler, yüz ifadesi ya da sessizliği gibi küçük ama etkili detaylardan yararlanır. Parktaki çimenler yeşil elbiseli çocuklar gibi neşeyle yüzlerini yıkıyorlardı. Ya bakın hocam, ne güzel metafor. Yani parktaki çimenleri yeşil elbiseli çocuğa benzetmek ne güzel geliyor ya insana.
Yani burada çocuğun saflığı da var, çocuğun yani günahsızlığı da var, her şey var burada. Her çiçek yine bir de bu da nane kokusu hikayesine. Her çiçek parmaklıkların ardından bakan küçük kızlara benziyordu. Ya bu da güzel. Yani biz diyoruz çiçekler kızlarla çok güzel. Ya benim şeyim bitti mi? Sürem bitti mi? Mahinur Hanım, kortundulasanız, kortundulap. Sonucunu okuyun diyor Mahinur Hanım. Sonucunu okuyun diyorlar. Tamam o zaman ben sonuça geçelim. Nazar İşank'ın hikayelerinde çocuk ruhunun tasviri çağdaş Özbek nesrinde özgün bir sanatsal psikolojik okulun oluşmakta olduğunu gösterir. Yazar çocuk ruhunu analiz ederek topluma, insanlara ve değerlere yönelik derin bir tutum sergiler. Bu nedenle İşank'ın hikayelerindeki çocuk karakterleri yalnızca edebi figürler değil, aynı zamanda estetik, ahlaki ve psikolojik fenomenlerdir. Beni dinlediğiniz için, ilginiz için ve de değerli vaktinize, zamanınızı ayırdığınız için kendi teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım hocalarım. Çok teşekkür ederiz. Көп rahmet, öte kızıktı, sonday жақсы, tağılımdı bayandama oldu. Biz endi köpten kütüp otkan bir keremet bayandamamız var, keldi meken? Süleyman Arspayev. Gelmedi. Kırgız bağırımız. Katısı almaydı. Kelmeye dəyerli o eken. Onda bizden осы қазіргі секцияның жұмысы толығымен аяқталды. Қатысқандарыңызға көп rahmet. Sizge de Öz köp mərəsini- rahmet aytamız. Hı hı. O değil. Sağ olunuzlar. Kelesi seksiyada кездескенше. Yüzdesken bäriňizge köp rahmet aytamız. Köp selamlar. Teşekkür ederiz. Dur şimdi.